Қордай ауданында 13 заңсыз қоқыс алаңы жойылған. Мамандар бұл бағыттағы жұмыстардың қатаң бақылауда екенін айтады. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясындағы кезекті сенбілікке арна тілшісі де қатысып қайтқан еді. Сюжет көрейік. Президенттің бастамасымен қолға алынған акция бүгінде жемісті жалғасып жатыр. Нәтижесінде тұтас ел аумағында күл-қоқыс тазалау, ағаш отырғызу, көгалдандыру жұмыстары жүйелі жүргізіліп келеді. Айталық, Масанчи ауылдық округінде биыл Таза Қазақстан жобасының шеңберінде 23 іс-шара өтіп, 10 тоннаға жуық қоқыс тазартылыпты. Ал жуырда сенбілік ұйымдастырылып, қоқыс алаңдағы үйінді арнайы техникалардың көмегімен шығарылған. Бұл экологиялық акция ауыл елді мекенде тұрақты түрде өз жалғасын табатын болады. Бүгінгі сенбілікке дәл қазіргі уақыттағы 10 соттық жерді алып жатқан күл-қоқыстар тазарту жұмыстары ұйымдастырылып, бұған арнайы техникалар қамтамасыз етілген. Сонымен қатар осындай күл-қоқыстар тастайтын орындарға, заңсыз орындарға алдағы уақытта ауыл тарапынан демеушілердің есебінен камералар орнату жоспарлануда. Жалпы биыл Таза Қазақстан акциясы аясында аудан көлемінде 9-дан аса ауқымды іс-шара өткен. Оған 3,5 мыңға жуық адам қатысыпты. 400 тоннаға жуық күл-қоқыстың шығарылғаны тағы бар. Жауаптылардың айтуынша, заңсыз қоқыс алаңдары да назардан тыс қалмайды. Сонымен қатар бізде ғарыш сапары акционерлік және қоғам аясында бізге аудан аумағында 13 белгіленбеген орында заңсыз қоқыс орындарын берген. Ол ғарыш сапарының түсірілімдеріне сәйкес аталған жұмыстардың бәрі ұйымдастырылып, 13 нүкте жойылды. Заңсыз қоқыс орындар анықталған жағдайда өкілетті органдар іске кіріседі. Кінәлі анықталса шара қолданылады. Себебі қазір маңайда тұтас бақылау камералары орнатылған. Демек қадағалау күшейді, талап қатаңдады деген сөз. Нұрбақыт Мұсатилұлы, Дәулет Әкемов, Қордай 24 Ньюс.